Қайырлы күн, күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін өте дәмді бұқтырма дайындайтын боламыз. Жылқының қарнын, ішегін алып, осылай асып аламыз. Тұз салып, жақсылап жуып асып аламыз. Сөйтіп 1 сағаттай қайнатамыз да, осылай суытып қоямыз. Өз қалауыңызға қарай турайсыздар. Мен осылай майдалап, 4 бұрышталап турадым. Табақта әдемі көрінеді. Таяқшалап, картошканы де таяқшалап турасаңыздар да болады. Барлығын турап дайындап алғаннан кейін майымызды қыздырамыз. 100-150 мг мөлшерінде сұйық май қосамыз. Өте көп қоспаймыз, өйткені ішектердің өзінің майы шығады да шылқылдап майлы болып кетеді. Майымыз қызғаннан кейін бүкіл қарнымызды, ішегімізді салып, осыған жақсылап қатты отта 5 минуттай осылай қуырамыз. 5 минуттан кейін астын басып жарты сағатқа бұқтырып қоямыз. Жарты сағаттан кейін осындай қоңырқай түс болады. Бір үлкендеу пиязымызды қосып, жақсылап араластырамыз. 2 сәбізімізді 4 бұрыштап турап қосамыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш, кристаллик, 1-2 штук лавровый жапырақ, бульон қоссаңыздар болады. Бәрін өз қалауыңызға қарай жақсылап араластырып, жарты сағат 40 минут тағы да бұқтырып қоямыз. Картоптарымызды да қуырып дайындап алдық. Осылай майы шығып, әдемі бұқтырылды. Картопымыз тез піседі. Осылай ішіне қостық. Шамамен 1 келідей картопты. Енді 1 шай кесе су құямын да. Шамамен 200 мг. Үстін жауып, астын орташа қылып бұқтырып қоямын, суы тартылғанша. Осылай болып суы тартылады. Шығып тұрғаны май, бөлініп тұрғаны табағымызға салып ұсынамыз. Ас болсын.